Анжелика Ғалымжанова. Сәлеметсіңдер, мен Гаухар, Фатима. Қалдарың қалай? Жақсы. Сендер менің зертханама қош келдіңдер. Бүгін мен сендерге сүт өнімінен жасалынатын қазақтың ұлттық тағамдарын туралы айтқым келіп тұр. Сендер білесіңдер ме, осы сүт қайдан шығатынын? Үй жануарларынан. Үй жануарларынан. Оның ішінде қандай жануардан шығады? Сүтті қай жануардан аламыз? Сиыр. Сиырдан аламыз. Өте дұрыс, балалар. Сүт өнімдерінен қандай өнімдер жасай аламыз біз, айтыңдаршы? Құрт, май, қаймақ. Қаймақ, ірімшік, айран жасаймыз, иә балалар? Өте жақсы. Апай, сүт сұйық болады, құрт неге қатты болады? Құрт? Олай болса, балалар, Фатима, Гаухар, өте қызық сұрақ қойды. Бәріміз бірге құрт жасайық. Иә? Келіңдер. Мына тұрған сүтке, көрдіңдер ғой сүтті? Осыған бізде айраннан тамызы қалып қояды, осылайынан. Бұл тамызықты 2 қасығын аламыз да сүтке саламыз. Қане, алыңдар қасықтарында. Айраннан алып, сүтке салыңдар. Сүтке салыңдар. Енді сүтті араластырамыз. Жақсылап. Өте дұрыс. Енді қасықтарын мұнда қойыңдар. Бұл сүтімізді аламыз да жылы жерге бетін жауып, орап қойып қоямыз. Сол кезде сүтіміз тыныш жерде тұрған соң ұйып айран болады. Ол айранды алып біз арнайы күбіге құйып, оны пісу арқылы біз оның майын бөлек аламыз. Майынан қалған айранды қайнатып, қайнаған соң оны арнайы қалташаға құямыз да, оны іліп қоямыз. Астынан сары суы бөлініп шыққан соң бізде осындай сүзбе пайда болады. Көрдіңдер ме? Сүзбеміз дайын болады. Сосын ол сүзбеден құрт жасау үшін бізге ең керекті не нәрсе? Тұз. Тұз керек, әрине. Дәмін келтіру үшін бізге тұз керек. Қане, тұз салайықшы? Тұзды саламыз. Енді оны араластырамыз. Жақсылап араластырып, құрт жасаймыз. Сендер құрттың қандай түрлерін білесіңдер, айтыңдаршы? Домалақ, сопақша. Сопақша, қыспа құрт деп атайды, иә? Былайынан сығылған құрттар болады. Қане, жасаңдаршы сендер өздерің қолдарымен құртты. Майлы құрт болады. Бұл құрт дегеніміз, балалар, бізде ата-бабаларымыз құрт өнімдерін жасап, жаз бойы жинап, қыстық азық ретінде де жинаған ол. Және де құрттан көптеген бай витаминдерге, дәрумендерге пайдалы. Қане, Гаухар, сенде қандай шықты? Қандай әдемі? Я, балалар, осылайынан құртты жасап. Қане, балалар, біз өзіміздің сүзбеміздің дәмін көрейікші? Көріңдерші қайда? Қандай дәмді. Бұл құртты осылайынан жасап, оның жан-жағын арнайы матамен орап, күннің көзі түсетін жерге іліп, құстар ұшып алып кетпесін деп жауып, осылайынан күннің көзі түсетін жерге іліп қойып қоямыз. Содан соң, күнге кеткен соң бізде осындай әдемі құрттарымыз пайда болады, иә балалар? Құрттарды дөңгелек қып жасау, ол өте қарапайым әдістердің бірі болған. Және де дөңгелек қып жасаған себебі күн жан-жағынан түседі де, тез кебеді, және де жегенге ыңғайлы қылып жасаған. Қалай, балалар, құрттың дәмін көресіңдер ме? Көріңдерші? Бұл біздің жасаған құртымыз. Сендерге ұнайды ма құрт дегеніміз? Иә. Енді келешекте өздерің ауылға барғанда апа-әжелеріңе көмектесіп, осындай керемет құрт жасаңдар. Жарайды ма? Бүгінгі сендерге іс-әрекетіміз ұнады ма, зертханалық жұмысымыз? Иә. Рахмет, балалар. Сау болыңдар. Сау